Кеңес одағының соңғы жылдарында әрбір үшінші шаңырақ бас бостандығынан айырылған жарымен ажырасып кеткенін білесіз бе? Бірақ бұл жай ғана құрғақ сандар. Ал енді мынаны елестетіп көріңізші. Сіз 4 жыл бойы тікенек темірдің артында шіріп жатырсыз. Күзетшілердің айғайымен ұйықтап, барақтың сүйектен өтер суығынан оянасыз. Сізді тек жарыңыздың иісі аңқыған. Хат пен қоштасарда берген ат суы ғана өмірге байлап тұр. Қабырғаға күн сайын сызық салып, 1460 белгіні өткердіңіз. Міне, орман кесудегі ерен еңбегіңіз үшін сізді армандағаннан да ертерек босатты. Үйге асығып, вокзалдан құшақ толы қызғалдақ сатып алдыңыз. Таныс баспалдақпен көтеріліп, есіктің құлпын бұрадыңыз. Бірақ бөлмеден бөтен еркектің дауысын естисіз. 4 жыл бойы қиялыңызда тұрғызған әлеміңіз бір сәтте тасталқан болды. Бүгін біз дәл осындай тағдырды бастан кешкен аңсардың хикаясын айтамыз. Оның бұдан кейінгі іс-әрекеті сізді сатқындықтан да бетер таңғалдырады. Қара дерек арнасына қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. 1983 жылдың қазан айы. Арғалыс аспап жасау зауыты. 35 жастағы аңсар құрастыру цехының шебері. Ол хатшыдан зауыт басқармасына тез арада келу туралы хабарлама алады. 1 сағаттан кейін өмірі 2-ге бөлінетінін ол әлі сезбейді. Қабылдау бөлмесінде оны 3 адам күтіп алады. Екеуі қарапайым киімдегі тергеушілер, үшіншісі мүлікті қорғау инспекторы. Үстел үстінде құжаттар шашылып жатыр. Аңсар радио бөлшектер мен жартылай өткізгіштерді жүйелі түрде ұрлады деп айыпталады. Сол кездегі ең таптырмас тауарлар. Жалпы сомасы 24 мың теңге. Ол заманның өлшемімен бұл су жаңа жеңіл көліктің құны. Аңсар не болып жатқанын түсінбейді. Ол зауытқа 12 жылын арнады. Бірде-бір сөгіс алмаған. Қабырғада 3 бірдей мақтау қағазы ілулі тұр. Бірақ тергеуде бұлжытпас айғақтар бар. Оның қолы қойылған актілер, қоймашының түсініктемесі, оның атына жазылған жүк құжаттар. Біреу бәрін мінсіз ұйымдастырған. Кейіннен белгілі болғандай, бұл жылдар бойы зауыт мүлкін астыртын сатып келген жабдықтау бөлімінің бастығы Дәулет еді. Ол өзіріне лайықты құрбандықты тауып, аңсарды құрдымға итерген. Сот өте тез өтеді. 3 отырыс, тағайындалған салғырт адвокат. Куәгерлер бірінен соң бірі жалған сөйлейді. Үкім: 4 жылға қатаң режимдегі түзеу колониясына жіберілсін. Аңсар сот залында есеңгіреп қалады. Артқы жақта 3-ші қатарда жары Марал еңіреп жылап отыр. Олардың отау құрғанына небәрі 10 ай ғана болған еді. Сымбатты, жасыл көзді, күлімдегенде езуінде шұңқыры пайда болатын Марал күзетшілерді жарып өтіп, оның жеңінен ұстайды. Аңсар, мен сені күтемін, естіп тұрсың ба? 10 жыл болса да күтемін, деп сыбырлайды. Мұздықиян өлкесіндегі 12-ші колония. Тайға, аяз, орман кесу. Аңсар 16 адам сығылысқан бараққа түседі. Алғашқы күндері оны сынап, намысына тиіп, қақтығысқа итермелейді. Сынбас па екен деп бақылайды. Ол шыдайды. Бірақ бұл тек басы ғана еді. Алғашқы апталарда аңсар тек Маралдың хаттарымен ғана жан сақтайды. Хаттар айына 2 рет, нақты уақытында келіп тұрады. Жары оны қалай сағынғанын, ол үшін күнде мешітке барып, Алладан амандығын тілеп, дұға жасайтынын жазады. Терезе алдындағы гүлдерді қалай күткенін, аулаға түскен қарды, көршінің мысығын баяндайды. Бұл хаттар оның жұтар ауасы еді. Аңсар оларды матрас астына жасырып, түнде сығырайған шамның жарығымен қайта-қайта оқитын. Әр сөзін жатқа біледі. Кереуетінің басында оның суреті ілулі. Күмсу өзенінің жағасында аппақ көйлек киіп, мәз болып күліп тұрған сәті. Түрмедегілер оған құрметпен қарайды. Мықтай ел екен, дейді бірі. Сағат сияқты хат жазу кез елгеннің қолынан келмейді. Марал кездесуге де келіп тұрады. Бірінші жылы әр 3 апта сайын келеді. Олар темір үстелдің 2 жағында отырып, саусақтарымен бір-бірін сипап, жылап, үнсіз мұңдасады. Ол қайта-қайта күтетінін айтып ант береді.
Аңсар оған соқыр сеніммен сенеді. Бірақ кейіннен бәрі өзгере бастайды. Әуелі хаттар 3 аптада бір, кейін айына бір келетін болады. Ондағы жылулық азайып, шағым көбейеді. Шаршағанын, кешкісін қосымша жұмыс істейтінін, ештеңеге қауқары қалмағанын жазады. Аңсар ренжімейді. Ол сырттағы өмірдің де оңай емес екенін түсінеді. Сотталғанның жары болу ауыр жүк. Көптің қиғаш көзі, кезектегі сыбыр-күбір, жалғыздық. Ол бәріне төзеді. Кездесулер де сирейді. Әуелі 1,5 айда бір, кейін 2 айда бір. Марал жұмысын, ақшаның жоқтығын, жолдың қиындығын сылтау етеді. Аңсар бәріне сенеді. 2 жылдың соңында хаттар тек мерекелік құттықтауларға айналады. 1987 жылдың тамыз айы. Жұмыс жоспарын асыра орындағаны және мінсіз мінез құлқы үшін Аңсарды мерзімінен бұрын 1,5 ай ерте босатады. Бұл шешімді естігенде ол демін ішіне тартып тұрып қалады. Тағдыр оған күтпеген сый жасады. Аңсар Маралға хабарласпауды шешеді. Ол кенеттен келіп, посын сый жасағысы келеді. Есікті ашып қалғанда оның ас үйден атып шығып, мойнына асылғанын елестетеді. Мұздығияннан Арқалысқа дейінгі пойыз 11 сағат жүреді. Аңсар терезеге қарап, қолындағы жарының кішкентай суретін қысып, иіне асығып келеді. 4 жыл ішінде суреттің бүктелген жерлері мүжіліп, шеттері тозып, қылшықтанып кеткен. Бірақ оның бейнесі әлі де сол қалпында. Ыстық, жалғыз әрі жақын. Ол бұл кездесуді қиялында қайта-қайта айналдыра береді. Бейне бір таспасы тозған ескі кино секілді. Пойыз кешкі сағат 10-да шамасында келіп тоқтады. Қала әлі ояу, терезелерден жарық көрінеді. Бекеттің қасында бір кейуана шелектегі гүлдерін сатып отыр екен. Аңсар қалтасындағы соңғы 60 теңгесіне 15 тал ақ бақыт гүл сатып алды. Мара осы гүлдерді қатты ұнатушы еді. Ол ең алғашқы кездесулерінде базардан 2 тал бақыт гүл алып келгенін есіне түсірді. Сонда Марал гүлдерді бетіне басып, бұдан күздің және бақыттың иісі шығады деген болатын. Аңсар бекеттен жаяу тартты. Өзіне таныс көшелермен азық-түлік дүкенінің, мектептің қасынан, теректер егілген аула арқылы 20 метентай жүрді. 5-ші қабат, 34-ші пәтер. Есік алдында кілт тоқтады. Тамырының соққаны сондай, құлағы тұнып қалғандай болды. Кілтті шығарғанда саусақтары дірілдеп кетті. Осы бір кілтті ол 4 жыл бойы етігінің табанында сақтап келген еді. Табанын тіліп, ішіне салып, қайта желімдеп алған болатын. Кілт құлыпқа енді. Ақырын ғана сырт еткен дыбыс шықты. Есік ашылды. Аңсар дәлізге қадам басты. Үй іші көлегейленген қараңғылық. Тек төргі бөлмеден ғана жарық көрінеді. Ол сөмкесін жерге қойып, бәтеңкесін шешті. Қолында гүл шоғы. Сол сәтте бөлмеден шыққан дыбысты естіді. Ер адамның жайлы, ақырын шыққан даусы. Сосын оның күлкісі. Кезінде Аңсардың тынысын тарылтатын сол баяғы сыңғырлаған күлкі. Ол сілейіп тұрып қалды. Бәлкім теледидар шығар, деп ойлады. Жоқ. Дауыстар тірі, жақын, бір-біріне өріліп жатыр. Бақыт гүлдер саусақтарының арасынан сусып түсіп, еденге шашылып қалды. Аңсар дәлізбен ақырын жылжыды. Әрбір қадамы сынған әйнектің үстімен жүргендей батты. Аяғы икемге келмейді. Басының іші зуылдаған бостық. Қолы есіктің тұтқасына тиді. Итеріп қалды. Есік ашылды. Көзі шалған көрініс оның жүрегін тоқтатып жібергендей болды. Даңғылдағы жиһаз дүкенінен бірге сатып алған бүктемелі диванда Марал жатыр екен. Жалғыз емес. Олар оны бірден байқамады. Сәлден соң Марал басын бұрып, есік алдындағы қарауытқан сұлбаны көрді де, біреу ұрып жібергендей шыңғырып жіберді. Үстіне жапқышты жауып, қорқыныштан көзі аларып кетті. Ер адам бұрылды. Аңсар оны бірден таныды. Уәлихан, зауыттағы бұрынғы әріптесі, көрші цехта баптаушы болып істейтін. Сол баяғы айдалып бара жатқанда Аңсардың қолын қысып тұрып,
Марал үшін алаңдама, көз қырымызды салып жүреміз, деген адам. Уәлихан атып тұрып, асып-сасып көйлегін іздей бастады. Түсініксіз бірдеңелерді міңгірледі. Марал: Аңсар, уалла, сені қазан айында босату керек еді ғой, неге хабарласпадың? Деп айғайлап жатыр. Аңсар қатып қалған. Айғайлаған да жоқ, қабырғаны да ұрған жоқ, жай ғана тұрды. Ішінде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Бейне бір қатты тартылған ішек босап қалғандай. Уәлихан жарты минуттың ішінде киініп үлгерді. Бір ауыз сөз айтпақшы болды. Тыңдашы Аңсар, бұл былай болды. Біз жай ғана... Бірақ Аңсардың жанарын көргенде ауасы тарылғандай сөзінен жаңылысты. Күртешесін ала салып, оның қасынан сып беріп өтіп, пәтерден атып шықты. Есік тарс етіп жабылды. Марал қалды. Асығыс халатын үстіне іле салып, Аңсарға жақындап, иығынан ұстамақшы болды. Ол бір қадам артқа шегінді. Аңсар, өтінемін, түсіндіруге мұрсат бер. Сен ойлағандай емес. Аңсар алғашқы сөзін айтты. Дауысы қырылдап, бәсең шықты. 4 жыл. Марал көзін жыпылықтатты. Не 4 жыл? Аңсар дауысын көтеріп қайсалады. 4 жыл бойы. Мен тек сенімен өмір сүрдім. 4 жыл. Марал бетін басып, жылап жіберді. Олар ас үйге өтіп, үстелдің екі жағына жайғасты. Ортада күнбағыс суреті салынған дастархан, үстінде 2 кесе суып қалған шай тұр. Шамасы, оны ол Уәлихан екеуіне Аңсар келмей тұрып құйып қойған болса керек. Ақыры Аңсар: Қашаннан бері? Деп сұрады. Марал басын көтермеді. Не қашаннан бері? Аңсар оған қадала қарады. Бұл қатынастарын басталғанына көп болды ма? Үнсіздік орнады. Сосын сыбырлап қана: Соттан кейін 1 жыл өткенде... Аңсар атып тұрды. Орындық еденді тырнап, жағымсыз дыбыс шығарды. 1 жылдан кейін бе? 3 жыл бойы, Марал, 3 жыл бойы сен мені... Марал да орнынан түрегелді. Дауысы дірілдеп шықты. Ал сен менің қандай күй кешкенімді елестете аласың ба? Түсінесің бе өзің? Соқыр тиынсыз, қылмыскердің әйелі болып жалғыз қалдым. Құрбыларым теріс айналды, жұмыста сыртымнан сыпсындады. 6 айдан кейін ұжымның атына кір келтірмеу үшін мені көзден таса басқаша бөлімге ауыстырып жіберді. Аңсар оны сөзін бөлді. Дауысы қалтырап кетті. Саған қиын болды дейсің бе? Алмаған ше? Мен 40 градус аязда орман кестім. 1 кесе ыстық су үшін таяқ жедім. Ұйықтағанда ертең оянам ба, оянбаймын ба деп жататынмын. Мені тек сен туралы ой ғана өмірге байлап ұстады. Марал қайтадан орындыққа отырды да, бәсең дауыспен: Уәлихан көмектесті. Жалақымды қысқартып тастағанда, ол ақша беріп тұрды. Қыста жылыту жүйесі жарылғанда жөндеп берді. Кешкі ауысынан соң үй маңында бұзақылар көбейгенде үйге дейін шығарып салып жүрді. Ол осында болды, ал сен 1000 шақырым жерде едің. Бәлкім мәңгілікке кеткен шығарсың деп қорықтым. Аңсар: Ал жазған хаттарым ше? Ант су ішіп, соңына дейін күтемін деген уәдең қайда? Деп сұрады. Марал еңіреп жылап жіберді. Мен шынымен күткім келген. Алғашқы жылы шын күттім, бірақ кейін жалғыздық қысты. Үй қаңырап бос қалды. Жан жағымнан кінәлаушылар көп болды. Уәлихан маған жылы сөйлеп, мейірім танытты. Бір күні жұмыстан соң кіріп еді. Бірге сусын іштік. Ол мені құшақтағанда итеріп тастауға дәрменім жетпеді. Содан кейін ұяттан 1 апта бойы еңіреп жыладым. Бірақ ол келе берді. Мен үйреніп кеттім. Соңғы айларда ол осында дерлік күн сайын қонып жүрді. Аңсар соңғы сұрағын қойды. Сен біздің ортақ диванымызда онымен бірге жатқанда, мен туралы тым болмаса 1 рет ойладың ба? Марал үнсіз қалды. Дастарханға қарап төменшіктеді. Осы үнсіздіктің өзі бәрін айтып тұр еді. Аңсар орнынан тұрып, дәлізге шықты. Жоғарғы сөреден ескі жол қапшығын алып, заттарын жинай бастады.
Марал оның соңынан жүгірді. Аңсар, тоқташы, қайда барасың? Сенде ештеңе жоқ қой. Не ақшаң, не үйің жоқ. Кетпеші, сөйлесейікші. Бәлкім бізге уақыт керек шығар. Аңсар бұрылған да жоқ. Құжаттарын, анасының суреттерін, ұстарасын, қосалқы шұлықтарын салып жатты. Басқалар ештеңесі де жоқ еді. Марал оның шынтағын намыстады. Бәлкім бәрін қайта бастайтын шығармыз. Уәлихан, бұл бір қателік. Мұның қалай болғанын өзің де түсінбеймін. Аңсар қолын ақырын босатып, оның көзіне тіке қарады да салмақты дауыспен: Менде 4 жыл уақыт болды. Сенде де болды. Сен өз уақытыңды өз қалауыңша пайдаландың, деді. Марал қашарсылық білдірмек болды. Мен саған ауыр тисін демедім. Солай болып қалды. Аңсар ернінің бір шетімен мұңды жымиды. Солай болып қалды дейсің бе? 3 жыл бойы солай болды. Сен үстелде отырып қалам алып маған: Сені жақсы көремін, сағындым, күтемін деп жаздың. Әр хатың өтірік еді, ал мен ақымақ сияқты әр сөзіңе сендім. Марал даусын көтеріп еңіреді. Сонда мен не істеуім керек еді? 4 қабырғаға қамалып қайтып келмейтін, бәлкім бір қорап шай үшін сол жақта біреу бауыздап кететін адамды күтіп, ұлып отыруым керек педі? Менің де өмір сүргім келеді. Аңсар жол қапшығының бауын тартып байлап есікке қарай беттеді. Табалдырықта кілт тоқтады. Білесің бе, мені шын өлтірген не екенін? Сатқындық емес. Адам әлсіз жаратылыс. Егер сен маған шындықты жазғаныңда, мен уақыт өте келе түсінер ме едім. Бірақ сен 3 жыл бойы қойылым қойдың. Маған махаббат туралы хаттар жазып, адалдығыңа ант беріп, сосын басқа біреумен төсекке жаттың. Мен әр сөзіңді жараға жіп өткізгендей бойыма сіңіріп едім. Ал оның бәрі жалған болып шықты. Марал сыбырлап: Кешір мені, деді. Аңсар басын шайқады. Мен біреудің қылмысы үшін түрмеге отырдым. 4 жылымды, денсаулығымды, жастық шағымды тартып алды. Бірақ ең қорқыныштысы сені жоғалту болды. Және білесің бе, бұл кез келген суық барақтан, кез келген күзетшіден, кез келген тар қапастан да ауыр тиді. Ол шығып кетті. Есік тарс етпей, нүкте қойылғандай ақырын жабылды. Аңсар баспалдақпен төмен түсіп аулаға шықты. Түн. Шам желмен тербеліп тұр. Ол кіреберістегі орындыққа отырып, төс қалтасынан Маралдың сол баяғы күміс су жағасында түскен тозған суретін шығарды. Оған ұзақ қарап тұрды. Достар, осы жерден сәл тоқтайық. Өзіңізді Аңсардың орнына қойып көріңізші. Жарымыз 3 жыл бойы сізді сатып келді. Әр хатында өтірік айтып, махаббатқа ант берді. Ал түнде сіздің үйіңізде басқа біреумен бірге болды. Сіз не істер едіңіз? Үйдің астан кестенін шығарып, көңілдес еркектің жағын сынар ма едіңіз? Әлге оның жұмысына барып, бүкіл шындықты жайып салар ма едіңіз? Өзіңіз не істер едіңіз? Аңсар Маралды да, Уәлиханды да бір күнде құрталар еді. Зауытқа барып, жұрт алдында шу шығарса, жұмысшыларға, басшылыққа, жамағатқа бұл баптаушы Уәлиханның кім екенін және сотталған жолдасының әйелі немен айналысқанын айтып берсе жеткілікті еді. Ол заманда бұл жұмыстан қуылу, бүкіл ел алдында масқара болу және өмір бойы бетіне таңба деген сөз. Ол Уәлиханды соққыға жығалар еді. Ол Аңсардан гөрі әлсіз, қорқақ еді. Пәтерден қалай қашқанынан ақ бәрі көрініп тұрды. Бір соққы. Және ол ауруханадан бірақ шығар еді. Ешкім де Аңсарды кінәламас еді. Бірақ Аңсар басқа жолды таңдады. Ол ең ауыр жазаны, үнсіздікті таңдады. 10 күннен кейін ол ажырасуға арыз берді. Ештеңе талап еткен жоқ. Заң бойынша үйдің жартысы 12 болса да 1 шаршы метрінде сұрамады. Заттарды да, ақшаны да алған жоқ. Тек қолын қойды да шығып кетті. Марал оған хабарласпақ болды. Ортақ таныстары арқылы хатқа шалдырды.
кездесіп, сөйлесіп, кешірім сұрамақшы болды. Аңсар бірде-бір рет жауап берген жоқ. Марал үшін бұл кез келген айғай-шудан да ауыр тиді. Ол Аңсардың ашуланғанын, ыдыс-аяқты сындырғанын күткен еді. Бірақ оның орнына мүлдем бостықты, өмірінен өшіріліп тасталғанын сезінді. Үйден кеткен соң алғашқы аптада Аңсар бұрынғы тағдырласы, бостандыққа 2 жыл бұрын шыққан Мейірханның үйінде түнеді. Мейірхан зауыт жатақханасының 4 адамдық бөлмесінде тұратын. Ол Аңсарға бұрыштан бір жиналмалы төсек берді. Аңсар ештеңеге шағымданған жоқ. Түрмеден кейін бұл төсек оған патшаның орнындай көрінді. 4-ші күні ол құрылыс алаңына қара жұмысшы болып орналасты. Кірпіш тасыды, ертінді араластырды. Таң атқаннан күн батқанша машинадан жүк түсірді. Ақшаны әр аптаның соңында қолма-қол төлейтін. Нанға, консервеге және баспанаға жететін. Аңсар кендірлі өндірістік аймағындағы жұмысшылар жатақханасынан бір төсек орын жалдады. 6 адамдық бөлме, қорыл, арақтың иісі, боғауыз сөздер. Бірақ бұл Аңсарды толғандырмады. Ол бұдан да сорақысын көрген. Ішпеді, жанжалдаспады, шағымданбады. Тек тер төгіп жұмыс істеді. 4 айдан кейін еңбек бастығы оны байқап, учаскеге жұмыс меңгерушісі болуды ұсынды. Жалақысы 1,5 есе көп. Аңсар келісіп 2 адамдық бөлмеге көшті. Аздап ақша жинай бастады. Ол Маралды еске алмауға тырысатын, бірақ бұл әрқашан мүмкін болмады. Алғашқы айларда ол түсіне кіріп жүрді. Сол баяғы көрініс. Бүктемелі диван, бөтен еркек, едендегі шашылған бақыт гүлдер. Ол суық термен оянып, таң атқанша көз ілмей жататын. Бірақ уақыт өте келе, өткір ауырсыну басылып, қабырғасының астындағы үйреншікті ауыр жүкке айналды. 9 ай өткенде ол күтпеген жағдай орын алды. Құрылысқа жаңа шығын есепшісі Мәлика келді. Ол 30 жаста еді, ажырасқан. Күйеуі 3 жыл бұрын оны қарызға батырып, басқа біреуге кетіп қалған. Сабырлы, аз сөйлейтін. Жанарынан шаршау байқалса да, күлкісі жылы еді. Ол Аңсарға бірінші болып келіп, қабылдау актілерін реттеуге көмек сұрады. Аңсар көмектесті. 1 аптадан кейін ол оған жылы сауытпен үйдің дәмді сорпасын алып келді. Көп етіп асып едім, жалғыз өзім тауыс алмаймын деді. Осылайша олар жақындаса бастады. Дабырасыз, үлкен уәделерсіз, жай ғана. Өмірден таяқ жеген, тағдыр айдап бір жерден табылған сен 2 жан. Аңсар оған колония туралы, Марал туралы, сол түнгі оқиға туралы тіс жармады. Тек қысқа қайырып, үйленгенмін, ажырастым деді. Мәлика қазбалап сұраған жоқ. Оның өз жүрегінде де жара жетерлік еді. Марал ажырасқаннан кейін 6 ай өткенде Уәлиханға тұрмысқа шықты. Аудандық неке қию бөлімінде ешқандай той-томалақсыз тыныш қана некелерін қиды. Көршілер аулада өсек қылды. Күйеуінің мерзімі әлі біткенде жоқ. Бұл болса байға тиіп үлгерді десті. Марал естімегендей болды. Бірақ жаңа некеден бақыт таппады. Уәлихан жасырын көңілдес болып жүргендегідей мейірімді болып шықпады. Ішкілікке салынды. Ұсақ түйекке бола соқтығысты. Әрбір аттаған қадамынан қызғанды. Біріншісін тастап кеттің, мені де тастайсың. Сен сияқтылар өзгермейді деп таспен атқандай ауыр сөздер айтты. Марал өте кеш түсінді. Ол шынайы бақытын елес үшін сатып жіберген еді. Ұйқысыз түндерде ол Аңсарды есіне алатын. Оның сабырлы күшін, адалдығын, сол кештегі есік алдында тұрған жанарын ұмыта алмады. Ол үшін Аңсардың әлемнің қиырына баруға дайын болғанын, ал өзі мұны басқаның жалған жылуына айырбастағанын енді ұқты. Аңсар 1,5 жылдан кейін Мәликаға үйленді. Той шағын ғана өтті. Достары, құрылыстағы әріптестері жиналып, көрші барактың сырнайшылары келді. Бірақ бұл жерде шынайы жылулық бар еді. Мәлика оған Акерке есімді қыз сыйлады. Аңсар ұзақ жылдардан кейін алғаш рет жай ғана өмір сүріп жатқанын, кеуде толы ауамен еркін тыныстап жатқанын сезінді. Ол Маралдан қалған неке жүзігін саусағынан шешіп, осы уақытқа дейін үйреншікті әдетпен тағып жүрген еді. Темір қорапқа салып,
алыс сөреге тастады. Енді оны ешқашан қолына алған жоқ. Кездесу ажырасқаннан кейін 4 жыл өткенде болды. Аңсар жұмыстан қайтып саябақ арқылы өтіп бара жатып Маралмен бетпе-бет келді. Ол газет түңгіршегінің қасында қол сөмкелерін ұстап тұр екен. Оны көргенде түсі қуарып кетті. Аңсар үнсіз өтіп кеткісі келген. Бірақ ол: «Аңсар, тоқташы, өтінемін», деп дауыстады. Олар шамның астында тоқтады. Марал сөмкелерін жерге қойып, оның соңына дейін тыңдамай кетіп қалуынан қорыққандай тез-тез сөйлей бастады. «Мен сені іздедім. Қарша рет келгім келді. Аңсар, кешірші мені. Соқыр, ақымақ, қорқақ болдым. Неден айырылғанымды түсінбедім. Уәлихан, сен емес, мүлдем сен емес екен. Мен бәрін кеш түсіндім». Аңсар оны үнсіз тыңдап алып, сабырмен былай деді: «Мен сені баяғыда кешіргенмін және жібергенмін. Өмір сүр, Марал, шынымен бақытты бол». Марал жот Аңсар басын изеді, деп сұрады: «Із бар, бәрі жақсы». Марал қолының сыртымен көз жасын сүртті. «Мен қуаныштымын, шынымен. Сен бұған лайықсың. Ал мен өз жазамды алдым». Олар тағы бір сәт тұрды да, қоштасып, содан кейін ешқашан кездескен жоқ. Бұл хикаяның астары қарапайым әрі қатал. Сатқындық әрқашан иесіне қайтып оралады. Марал өзі аңсаған нәрсесіне қол жеткізді. Жанындағы адамның күнделікті жылуына, қамқорлығына ие болды. Бірақ еш жерден сатып алуға болмайтын ең құнды нәрсені, адалдықты жоғалтып алды.